Томирис үшін ажырасты деп ондай да әңгіме шығып жатыр екен. Жоқ, Томиристің алдына мен Карина екеуміз де барған болатынбыз. Ол Каринаның онда ешқандай қызғаншылығы болмады, ол әңгіме қайдан шығып жатқанын білмеймін. Бірақ мен Карина бірге болған кезде де Томирисқа жолыққан болатынбыз. Офисына да барған болатынбыз бірге, жұмыс бабында. Жұмыс бабымен де ғана араласыңдар, Тек жұмыс бабымен. Онда ешқандай қызғаныш, ол қыз үшін ажырасып кетті, ол қыз үшін скандал шықты деген әңгіме вообще болған жоқ бізде. Бірақ Томирис айтып жатыр, сенің депрессияға түскенді көрдім дейді. Сол кезде жақындап сенімен сөйлескен екен. Жақындап сөйлескенде, бір реклама түскен болатын. Ол рекламаға мен амбассадор болып түстім, бір компания. Бірақ Томирис енді мен директорым болғаннан кейін түрімді көріп өйстіп сөйлескен жайымыз болған. Жалпы сен бағы келе жатыр, мен де оған айтқан, мүмкін сен барып келсейші, ол кісі де депрессияда жүрді, мүмкін сен барып өз бақытын табасың дегендей әңгіме айтылған. Сосын, осылай.